Таң жағымыз жаңалыққа толы болсын көрермен. Қашықты жақын ететін Оян таң хабарына сұхбат берер келесі кейіпкер Юджи Нацума. Әкесі жапон, шешесі ирландиялық. Бұл азаматты көпшілік қазақ па дейді. Өзінің де Қазақстанға ықыласы ерекше, әсіресе Қазақстан шоколадына жақында елімізге келіп қонақ болып қайтты. Мән-жайдың барлығын өзінен сұрайық. Сәлем Юджи, қалыңыз қалай? Қазақ тілін үйреніп жүр екенсіз. Қазір қалайсыз? Сәлеметсіз бе? Менің атым Юджи. Мен Жапон, ben Japon'dan geldim. Ben Kazakhstan şokolat köp köremin. Ben Kazakhstan I was in Kazakhstan once. I have one more phrase. Ben video түсіріп тұрмын. Turkish, Kazakh video түсіріп тұрмын. Бәрекелді, қазақшаңыз әжептәуір жақсарып қалған екен. Айтыңызшы енді, Қазақстанға сізді не қызықтырды? Әлбетте, thank you so much. Университет жылдары Ресейде бірнеше ай тұрғаным бар. Сол уақытта шымкенттік досым болды. Ол сондай мейірімді болатын. Оған дейін қазақтарды мүлдем көрмеген ғой. Өзіме қатты ұқсайтын өзге ұлт өкілін көру өте қызық болды. Достығымыздың арқасында Қазақстанға деген қызығушылығымды арта түсті. Ал екінші себеп сырт келбетіміздің ұқсастығым. Ресейде жүргенде көпшілік мені Жапоннан бұрын қазақ екен дейтін. Кей қазақтар бірден қазақша сөйлесетін. Мен алғашында ештеңе түсінбей абдырап қалатынмын. Содан түріміз ұқсас, бұл қандай ел деп қызығушылығым арта берді. Қазақстанға қызықтырған үшінші дүние мына шоколад. Соны Венадан көп іздедім. Тіпті Австриядағы Қазақстан елшілігіне де барғам. Алло. Вы не знаете, где продается казахский шоколад? Сол оқиғамды видео етіп салғанымда қазақтар жан-жақтан жазып, достық ниетпен Қазақстан шоколадын қалай жіберсек екен деп қол ұшын созуға жұмыла кірісіп кетті. Содан үлкен жылулық сездім. Сол үшін де Қазақстанға барып көргім келді. Chocolate which just came from Astana as a gift, small gift from Kazakhstan. Thank you. Ülkenin rahmet. Kazakhstan жақсы көремін. Eating this for the first time. Бастайық. Wow. That's so great. Мұныңыз тамаша екен. Сол видеоны көпшілігіміз көріп, жағдайдың қызықтығына, жазылған жылы пікірлердің көптігіне қайран қалғанбыз. Сол шоколадтың жолымен жақында Қазақстанда болдыңыз. Айтыңызшы, сапарда не күтіп едіңіз? Бәрі ойдағыдай болды ма? Because of the chocolate. Шоколадқа қатысты көмекке ұмтылуларынан қазақтардың мейірімді екенін байқағандай болдым. Бірақ адамдардан бөлек жалпы елдің өзге қырлары қандай екенінен хабарым болмады. Қыста келген соң ауа райының суық боларын күткем. Бірақ сонша суық болады деп ойламап едім. Астанаға аяқ басқанда -13-14 градус болып тұрды. Мен шыққан Венада +10 еді. Денем тітіркеніп кетті. Бірақ сол 20 градус айырмашылықты қазақтардың ыстығы ықыласы байқатпай әкетті. Қонақжайлықтың жылуы тоңғанымды ұмыттырды десем болады. Жұрт келетінді естіп әуежайда күтіп тұрыпты. Талай рет кешкі асқа шақырды. Өкінішке қарай үлгермегеннен көбіне жоқ деуге тура келді. Тағы бір күткенім жылқы еті болды. Жылқы еті ұнады, бірақ әлде дәміне үйрене алмадым. Өзгеше екен. Жапонияда бізде жылқы етін жейміз, бірақ арнайы ас етіп жеген кезім болмапты. Маған ұнады. Бірақ дәміне әлде үйренуім керек сияқты. Бір кесе кетті аузыма салғанда, «Вау, бұл не деген дәм?» деп таң қалдым. Миым жылқы етін солай дәмдеп жасауға болатынына сенбеді. Қазақстанда да, Жапонияда да екі елдің ұқсастықтары жиі сөз болады. Сіз байқаған ұқсастық не болды? Мүмкін сырт келбетіміз ұқсас шығар. Одан бөлек қонаққа, шетел азаматынан деген сый құрметімізде, көзқарасымызда ұқсастық бар сияқты. Мейірімділік, қонақжайлық сияқты қасиеттер ортақ па деймін. Желіде Қазақстанға тағы да келетініңізді айттыңыз. Келесі жолы қайда барсам, не көрсем деген мақсат бар. Әрине, шоколад үшін қалжыңдаймын. Астана, Шымкент, Түркістанды аралап көрдім. Желдегі достарым бұл тізімде Алматы неге жоқ деп сұрап жатыр. Келесі жолы келгенде Қазақстанның ең мықты қаласына Алматыға барсам деген ой бар. Астана мықты, жоқ, Алматы күшті деген таластың мәнін өз көзіммен көріп қайтсам, әрі досыммен, желдегі оқырмандармен кездескім келеді. Қалай Алматыға ат басын бұрмадыңыз деп таңғалып отыр едім. Келесі жолы міндетті түрде келіп қайтыңыз. Байланысқа шыққаныңызға көп рахмет, Юджи. Сізді тағы да күтеміз. Рахмет, көп рахмет. Thank you so much.